Барлықтарыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге лимонды қалай өсіру керектігін көрсететін боламын. Қысқа да нұсқада айтайын. Көп созғым келмейді, шын айтсам. Кейбір блогерлер бар ғой, көп созып жіберетін. Қысқа да нұсқада нақты нәрсені көрсететін боламын сіздерге. Ал ендеше кеттік. Видеомызды бастамас бұрын каналға лайк басып және подписка, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Кәдімгі магазиннен алынған лимондар керек. Дәнектерді көріп тұрсыздар ма? Осы дәнекті алу қажет. Бізге керек осы. Достар, міне мен лимоннан дәнектерді бөліп алдым. Осы дәнектерді қазір біз салфеткаге салатын боламыз. Ал достар, мен дайындап қойдым. Міне осыны жайдан былай салып отырамыз. Әдемілеп тұрып, міне лимонның дәнектерін өстіп шығамыз да, содан кейін барып қайда. Достар, біз осылай шашып шығамыз. Әдемілеп тұрып шашамыз. Дымқыл болу керек. Қатты сулы болмау қажет. Жай дымқыл болса болды. Осылай шашып шықтым мен. Үстін жабамын, тағы да шашамын суды жақсылап. Суды шаштым. Арнайы зип пакеттер болады. Мен ондай зип пакет менде бітіп қалды. Менде простой пакет. Соған әзірше сала беремін. Осылай саламызда әдемілеп. Сосын бұны қараңғы жерге қою қажет. Қараңғы жер болмаса бір шкафтың ішіне қойып қойсаңыз да болады. 2-3 аптадан кейін өзі тамыр шығып әдемі болып тамыр шығады. Қараңыздар, өстіп әдемі болып тамыр өсіп шығады. Тамыр шығады ғой, тамыр шығып болғаннан кейін саусағыңызбен кішкене углубление жасаймыз да, содан кейін жаңағы дәнекті саламыз, сөйтіп үстін жай жауып қоямыз құммен. Содан кейін барып баклажкамен төбесін жауып қоямыз. Осылай бір 2-3 аптада уже өседі, әдемі болып шығады. Ал достар, қараңыздар, менің лимондарыма қалай өсіп шыққан. Сіздер де осылай жасаңыздар болады. Сөйлей алмай қалдым ғой. Оп-оңай. Лимонды сатып алмайық, терезен алдында өсіруге болады мен сияқты. Менде тек қана лимон емес, әлі менде пальмаларым да өсіп жатыр. Әжуа құрмаларын өсіріп жатырмын. Міне достар, менің лимондарым. Қараңыздар жақсылап. Сіздер де осылай жасай аласыздар. Егер видеом сіздерге ұнаған болса, сізден әлбетте лайк күтем, комментарий және подписка. Қазақ тілді контентті біргелікті қолдайық, ағайын. Көп рахмет.